Барлықтарыңызға сәлем. Егер де брокколиді көп алып қойып бұзылып кететін жағдай болса, оны дәл осы әдіспен жасап сақтап қойсаңыз болады. Ол үшін брокколиді жақсылап отырып, турап, жуып аламыз да. Сосын бір ыдысқа тағы да таза су құйып, үстіне 2 ас қасық сода салып, жақсылап отырып, микробтарын шығарып, 10-15 минутқа қалдырып қоямыз. Міне достар, 10-15 минут тұрғаннан кейін біз брокколиларды құрғатып аламыз суынан. Барлығын үстіп тазартып, жақсы бір таза сүлгінің үстіне қойып шығасыз. Сол кезде суынан құрғайды. Достар, біздің каналға тіркеліп алыңыздар. Менде өте жеңіл және тез жасалатын рецепттер, әртүрлі лайфхактар өте көп. Сондықтан осы видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сосын каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Не барлығын осылай етіп құрғатып алдым. Енді біз кез келген өзіңіздің үйдегі салафанға салып, бірнеше салафанға салып бөліп қойдым. Мен алғанға удобно болу үшін, өйткені кішкентай балаға да тамаққа бере салғанға өте жақсы, пайдалы бір жағынан, өзіміз тамаққа да қосып жейміз. Сондықтан дәл осылай етіп салафандарға салып, морозильникке қатырып қоямыз. Керек кезде алып, тамағыңызға қосып пайдалана бересіздер. Бұл бізде витамин өте пайдалы, сондықтан брокколиді көп қолданыңыздар. Дәл осы рецепт бойынша сізде қатырып қойыңыз. Және міндетті түрде бізге тіркеліп алыңыздар. Бізде өте көп пайдалы рецепттер және лайфхактар бар. Таныстарыңызға, достарыңызға осы видеоны жіберіп қойыңыз. Олар да осы видеоны көріп, дәл осылайынан етіп жасап жүрсін. Міне біздің салафандағы брокколимыз енді морозильникке қатыруға жіберетін боламын. Сосын кез келген уақытта алып қолдана бересіздер.